Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, әдемі көрінетін столға көрнекті, өте оңай, күшті болып көтерілетін екі түрлі зебра пирогтың рецептімен бөлсем сіздермен. Керек заттарын бәрін астына описание жазып өтетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Менімен бірге жасаңыздар. Ал кеттік. Алдымен бізге қажет өнімдерді дайындап аламыз. Ыдысымыз таза, құрғақ болу керек. 4 жұмыртқа, менде 4 жұмыртқаға қантымызды қосып миксерлейміз. Жай скоросттан бастап жоғарғы скоростқа дейін көтереміз. Көпіргенше пенка болып, онан соң сұйық майды, міне сүтті қосып, жай миксердеп аламыз. Онан соң ұнды керек мөлшерімізді алып, үстіне разрыхлительді қосып, араластырып алып, жаңа сұйықтығымызға қосамыз. Миксер жай жылдамдықта айналдыра отырып, жай жылдамдықпен осы араластырамыз. Онан соң міне сұйықтығымыздың мөлшері дәл 2-ге бөлеміз. Осы сұйықтықты 2-ге бөліп, екінші ыдысымыздағы бөлікке какао қосам, 2 қасықтай. 2 қасық какао қосып, міне пергамент бумага төседім. Противенің үстіне формамыздың жан-жағын жақсылап майлап аламыз. Және де 2 қасықтан каждыйын 2 қасықтан салып, осылай бірінен кейін бірін салып отырамыз, дәл осылай. Онан соң зубочисткамен осылай жан-жаққа дәл осылай қылып жасайсыздар. 180 градуста духовканы алдын ала қыздырып алыңыздар. Духовканы 180 градуста 35 минутта піседі. Міне зебра пирогтың кестім. Әбден суытып алыңыздар. Онан соң кесіп, бетіне сахарный пудрасы сеуіп кестік. Міне кескендегі түрі осы. Мынау екінші пирог, противен полный алатын. Өте керемет рецепт бұл да. Жүп-жұмсақ жасап көріңіздер. Қазір рецептін толығымен айтатын болам. Керек заттар міне осылар бізге. 4 жұмыртқа, 2 стакан қант, 2 стакан сүт болады мұнда. Разрыхлитель, ұн бәрін алдымен міне алдындағы сияқты 4 жұмыртқа мен қантты қосып жақсылап осылай пенка қылып көтеріп аламыз. Онан соң 2 стакан сүтті құямыз. 2 стакан сүтті құйдық. Онан соң міне сливочный майды аздап қана ерітесіздер. Онан соң ұнға разрыхлительді қосып, міне осылай иілгіштетіп өткен ұн мен разрыхлительді қосып, бір миксерлеп аламыз. Тағы бір әдіс, разрыхлитель жақсылап көтерілсін десеңіздер, міне жарты қасықтан аздап содаға уксус қостым, 4-5 капля. Сонымен көпіртіп аламыз да, гашеный уксус деп аталады, соны қосамыз. Сонан кейін бір араластырып аламыз. Міне дәл солай бұл да теста 2-ге бөлдік, дәл 2-ге бөлеміз. Ақшыл тестамыз ол көбірек болған дұрыс қарасына қарағанда. Үстіне міне екінші тестаны құйдым осылай. Онан кейін зубочисткамен қалай болса солай бүйтіп айналдырып аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай. Или жаңағыдай 2 қасықтан жасап, әдемі узор шығарам десеңіз, солай жасауларыңызға болады. Міне жүп-жұмсақ, өте әдемі. Столға да, балаларға жеуге де өте керемет. Балалар тез жеп қояды. Өте дәмді, жасап көріңіздер.